Барлықтарыңызға қайырлы күн. Қалайсыздар? Не істеп жатсыздар? Біз бүгін пысықтығымыз ұстап, 8 марта дальше бір тойлайық деп, қыздармен қосылып көшеге шыққанымыз бар еді. Үйден дұғамызды тілеп, ораза ұстайтындар оразасын ұстап, сөйтіп нәрмен шыққанбыз негізі біз үйден ше. Бірақ енді күшті келіп өлең тыңдап келе жатыр едік. Бізді күтпеген жерден бір сыйлықпен гаиста болды. Сол подругамыз енді соны шешуге кетті. Қасында Опашы отыр осы. Сосын мына біреу ұйықтап жатыр. Сол, в общем, проблема сол. Бұл жақта міне гаи тұр. Сол, ештеңе айтпайсыз ғой. Бәрін ұйқысы келіп жатыр, қазір Көлсайға барған кезде. Достар, қалайсыздар? Қайырлы күн. Погода деген жаңбырлы. Көңіл-күйлеріңіз қалай өздеріңіз? Бүгін үйде болайын дедім, біраз уақыт үйде болмадым. Үйдегілеріме сырласып сөйлесіп, айтпақшы қалай өтті кеше мейрамдарыңыз жақсы өтті ма? Сұрап жатқан себебім менің аудиториямдағы 95% әйелдер қауымы. Сол үшін сіздерді ойлап жатқан жағдайым ғой. Тағы да күндеріңізге сәттілік. Біз бастадық. Впечатлениемен кетіп бара жатырмын. Бүгін Шымкент қаласынан Гүлмира ханым өте сұлу менің қолдаушым Алматы қаласына келді. Негізі кеше кездесу керек болғанбыз, бірақ та бүгін кездестік. И такая она классная, такая красивая. И күшті қараңыздар маған сыйлықтар алып келді. Главный көңіл ғой, не болса да Құдайға шүкір деймін, что менде осындай жобаның арқасында осындай адамдардың, тілекшілердің пайда болғанына. Себебі мен ойымша осы нәрседен асқан бір мәртебе, осы нәрседен асқан бір байлық жоқ деп ойлаймын, егер сенің айналаңды осындай керемет адамдарға толтырып қойса. Өте керемет күн. 365 күннің кем дегенде жартысы осылай өтетін болса кайф, иә. Бүгін инстаны бақылағанның өзі қандай керемет болды, өйткені барлығында гүл шоқтары, бәрі сондай бақытты, кәдімгідей жайнап, риза өмірге, барлық проблемаларымызды бір күнге ұмытып кеткен сияқтымыз. Мысалы, менде солай болды. Енді аса қатты проблемам көп болмаса да, бірақ бәрібір бір тек күшті күннің ләззатына батып, рахатына батып, күшті керемет сезім болды. Қайырлы түн болсын, қайырлы кеш болсын. Бұл видеоны қазірден кейін саламын. Біз кәдімгідей 8 наурызға мерекеге біздің жігіттеріміз кәдімгідей кафені бронировать етіп алдын ала бізді кафеге шақырған түрі бар. Келдік. Мереке, қалайсыздар? Рахмет, ескерім. Мына Нұрекең тағы да Нұрлыбек. Екеуі егіз қоздай болып отыр. Күшті жерде отырмыз, күшті атмосфера. И, конечно, жандар, Рабиға. Мерекелер. Рабиға уже өзінің подаркасын алып апты. Ну-ка, покажи. Уже өзінің подаркасын алып апты жігітінен. Негізі қолың бәрі алтын ғой бұның. Ұрлап кетсе білмеймін мен. Қалай болатынын бәрі алтын. Әшейін бижутерия деп ойлақамаңдар. Мереке құтты болсын, баршаңызды құттықтаймын, қыздар, әйелдер, аналар. Құлпырып жүре берейік бәріміз осылай.